Менің Арман деген жолдасым бар. Екеуміз көрші тұрамыз. Ұзақ жыл көрші тұрып, бірге жұмыс істегеннен кейін кейде екеумізді салыстырамын. Оның ойынан еш мін таба алмаймын. Керісінше, бар кемшілікті жиып теріп менің мойныма арта салғандай көрінеді. Кейде тіпті оның екі иығынан екі періштені көргендей боламын. Әйелінің қашанда тамағы дайын, үйі жинаулы. Ұлы спортпен айналысады. Кейбір спортпен айналысатын балалардың сабағы нашар болады ғой әдетте. Ал оның ұлы қай пәннен олимпиадаға барса да жүлдесіз қайтпайды. Өзі жұмыстан қайтқанда ең алдымен костюмін шарбаққа іле салып, есік алдындағы аяқ сүртетін алашаны қағып-қағып, содан кейін ғана үйіне кіреді. Көктемгі лайсаңда екеуміз мектепке бірге барсақ та, менің аяқ киімім балшық-балшық, ал оныкі сол күйі тап-таза болады. Бірде түскі асқа қайтып келе жатқанымда әйелі қорасының төбесінде жүр екен. Арман шаршап келеді ғой деп, тамағын істеп қойған соң, бұзауларды суарып, шөп салып жатырмын дейді. Ал мен бірде әйеліме кешке келемін, малды қамай салшы дегенмін. Бізде екі сиыр, бір торпақ бар. Кешке малды көрейін деп кірсем, қора толы мал. Көрші маңай сулап малдарын іздеп жүр. Сіздерге өтірік маған үшін оның әйелі қаланыкі, ал менікі өмірі ауылдан шықпаған. Кейде қызған сөз өгімді өртеп, шоқтанған несі, жалындап, жанып жатады. Мұндай кездерде әзәзіл түртіп, үйін өртеп жіберсем, өзеннің арнасын бұзып, ағызып жіберсем деген жаман ойлар мазалай бастайтыны да шындық. Дегенмен, менің де артықшылығым бар. Мектеп қолында үстел теннисі бар. Бос уақытымызда барлық ер мұғалімдер жарыса теннис ойнаймыз. Мен осы ойынды Арманнан әлдеқайда жақсы ойнаймын. Сондықтан да өз көзегімде өткізіп, Арманның келуін тосамын. Онымен ойнағанда, мынау өзің, мынау әйелің, мынау балаң үшін деп, әр сәтті соққыдан ләззат аламын. Мұндай күндері үйге жаудың бетін қайтарғандай көңілім тасып, масайрап қайтамын. Мүмкін біреудің артықшылығын көргенде, оны қызғанбай, үлгі етіп, соған жетуге тырысуға қажет шығар. Ал сіз қалай ойлайсыз?